Biz компанияда істейміз. Осы 4-5 айдың ішінде недәуір бейнет көрдім. Жақсы жұмыс істеп жүретін, өзім қол өнерінен шебермін. Шебер бала шағамызбен бірге. Бір көзім 15 жылдан бері көзім көрмей жүретін. Бұрын отын ұстап жатқанда тиген осылай. Содан көрмей қалған. Содан ақ түсіп әуелі көйді. Енді осы биыл майдың кезінде осы көзім екінші көзіме шақты. Соны ақырындап істей бердім, көзім әлсірей берді. Сосын каким-то образом Восточный Қазақстанда туысқандарыма тойға баратын болып қалдым да, және де бір кісі қайтыс болды. Сонда совсем бейнет көрдім, жүре алмадым. Қазақта айтады ғой, соқыр тауыққа бәрі бедейді, жедерін шоқып жей береді ғой. Маған бәрі тегіс сияқты, жүріп келе жатып құлап қалам, не шоқырға түсіп кетемін. Бірдеңке соғыламын. Осыны аяғым астын көре алмайтын болып қалдым. Сосын балалар мені пойызға салып жіберді. Вокзалда 2 жығылып алдым. Сосын бұл жерде балалар күтіп алды мені. Үйге келдім де, сол пойыздың ішінде айтпақшы, қарлығаш қарындасым десем болады, қызым десем де болады, осы балаға жолығып қалдым. Бір купеде жаттық. Сосын терезеге қарай алмай отырғам. Ата, немене, бір көзіңіз ауыра ма деді, ауырады дедім. Көре алмай жүрмін, біраз уақыт болды дедім. Менде бір дәрі бар, тамызып берейін бе деді. Тамызып беріңіз қарағым дедім. Может, емі olur деп, Алла тағала көмек жасар дедім. Содан кейін тамызып берді, содан кейін жатсам, ұйықтап қалдым. Тұрсам, кішкене өзім жақсы кішкене жарық саңлау көрінеді. Сосын айта алмай отырдым, мені отырғанымды білді де, тағы да Павлодарға таяғына тағы сеуіп берейін деп сөйдеді. Жарайды әкем, сепсең сеуіп бер дедім. Сосын отыра алмадым да сұрадым, бұл қай жерде бар? Маған сатып алсам деп сөйтіп едім. Менде бар ата деді. Содан ол да маған сатшы қарағым, мен осыдан біреуінен. Енді Алла тағала кезігіп тұрған шығар өзімді деп сөйдедім маған. Әйтпесе мен алдындағы кеземдегі шайын іше алмай қалып жүрмін екен деп қорқып волновать етіп жүргем дедім. Енді сені Құдай кезіктір дедім маған. Содан әлгі Павлодарға таяғанда тағы да сеуіп берді де, ата мынау осыны сатып алдым. Содан үйге келгенде күніне 3 уақыт септім. Таңертең, әбеттің кезінде, содан кешке жатарда тура сағат 11-дің кезінде сеуіп жүрдім. Күнделікті жақсы болып, 3 күннің ішінде кішкене жарықтарды көре бастадым. Мен айтайын, сол кезде көрген осы қарлығашымды мен үйге балам ертіп келгенде танымай қалдым. Өйткені оның қандай адам екенін білмедім. Әйтеуір қыз, әйтеуір келіншек. Содан ата мен қарлығашпын ғой дегенде барып әкем ай әкеш бетінен